Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 144-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Ғарышкер болғым келеді. Сабағымыздың мақсаты 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды, тиімді тәсілді анықтауды үйренесің. Балалар, бірінші тапсырманың астына қараймыз. Тік төртбұрыштың ауданын тап. Бізге ұзындығы 8 см, ені 3 см тік төртбұрыш берілген. Енді осы тік төртбұрыштың ауданын біз көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып табамыз. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Яғни тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз ұзындығын еніне немесе енін ұзындығына көбейтсек болады екен. Яғни мына тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз 8 см-ді 3 см-ге немесе 3 см-ді 8 см-ге көбейтсек болады. Сонда тік төртбұрыштың ауданы 24 см²-қа тең. Енді бірінші тапсырманың әсіне қарайық. Үлкен тік төртбұрыштың ауданын тап. Бұл жерде балалар, екі тік төртбұрыш берілген, одан үлкен тік төртбұрыш шығып тұр. Біріншісінің ұзындығы 5 см, екіншісінің ұзындығы 3 см. Екеуінің де ені 2 см-ге тең. Енді бұл үлкен тік төртбұрыштың ауданын біз көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып табамыз. Яғни тік төртбұрыштың ауданын табу үшін екі тік төртбұрыштың ұзындығының қосындысына енін көбейтсек болады. Яғни 5 см мен 3 см қосындысын 2 см-ге көбейтеміз. Немесе бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін көбейтіп, екінші тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін көбейтіп, екеуінің қосындысын қоссақ болады. Сонда тік төртбұрыштың ауданы 16 см²-қа тең. Енді балалар, осы бірінші тапсырманың бысына қараймыз. Қораптың көлемін тап. Бізге ұзындығы 8 см, ені 4 см, биіктігі 6 см қорап берілген. Қораптың көлемін табу үшін біз ұзындығын еніне және биіктігіне көбейтеміз. Енді біз бұл жерде көбейтудің терімділік қасиетін қолдансақ болады. Яғни ұзындығын еніне көбейтіп, одан кейін биіктігіне көбейтсек, немесе ені мен биіктігін көбейтіп, ұзындығына көбейтсек, немесе ұзындығы мен биіктігін көбейтіп, еніне көбейтсек болады. Яғни мына қораптың көлемін табу үшін біз 8 бен 4 см-дің көбейтіндісін 6 см-ге, немесе 4 см мен 6 см-дің көбейтіндісін 8 см-ге, немесе 8 см мен 6 см-дің көбейтіндісін 4 см-ге көбейтсек болады. Сонда қораптың көлемі 192 см³-қа тең. Естеріңде сақта. Тиімді тәсілмен шығарған кезде сандар оларға математикалық амалдарды қолдануға ыңғайлы болатындай етіп таңдап алынады. Немесе есепті шығару барысында аз амалмен орындалады. Қазір балалар, біз осы тиімді тәсілді немесе әртүрлі тәсілді есепті шығаруда қолдануды үйренеміз. Ол үшін екінші тапсырмаға қарайық. Оқулықтың 54-ші бетіндегі. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар, олардың қайсысы тиімдірек? Бізге мынандай есеп берілген балалар. Оқушылар сарайындағы ғарышты зерттеу үйірмесіне 30 қыз бен 40 ұл қатысады. Олар топтарға бөлінді. Әрбір топта 10 баладан бар. Үйірмеде барлығы неше топ бар? Енді балалар, есепті әртүрлі тәсілмен шығарамыз. Бірінші тәсіл. Ұл мен қыздың санын қосып, 10-ға бөлсек болады. Немесе қызды 10-ға бөліп, ұлдың санын 10-ға бөліп, екеуін қоссақ болады. Яғни
Бірінші тәсілде 30 пен 40-тың қосындысын 10-ға бөлсек 7 шығады. Екінші тәсілде 30-ды 10-ға бөліп, 40-ты 10-ға бөліп, екеуінің қосындысын қоссақ 7 шығады. Сонда жауабы үйірмеде барлығы 7 топ бар. Балалар, біз есепті екі түрлі тәсілмен шығардық. Саған қайсысы тиімдірек болды? Өздік жұмыс. Балалар, оқулықтың 54-56 беттеріндегі номер 2-нің асы мен әсін, номер 3, номер 4, номер 7, номер 8 тапсырмаларды орында. Тиімді тәсілдерді қолдан. Іске сәт, балалар. Бүгінгі сабақта өзіңді кері байланысында мынандай смайликтер арқылы жіберуіңе болады. Керемет, жақсы, орташа.